мына жерде осы шетелге бірінші рет шыққан мен жанында Анар ханым келе жатыр. Ақтөбеден келген. Түнеу ауылда отырып, өзінің еңбегімен осы Европаға шығам деп ешқашан ойламап едім. Бірақ армандар орындалады дейді. Бір кездерде ойлап қойған шығар. Еңбегіңіз елене берсін. Халық үшін еңбек етіп жатыр. Қазақтың керемет киімдерін тігу үлгісін, қазіргі одан қалған жаңағы біз лақтырып тастаймыз ғой, қиылғаннан қиықтардың бәрін. Ол қиықтардан керемет картиналар жасап шығарған. Өздеріңізге мен көрсетіп те жатырмын, көрсетем да. Сондықтан осындай біздің, енді біз құрдас екеміз, осындай қолөнершілеріміз аман болсын. Рахмет, көп рахмет. Әуелі Аллаға, екінші ата-бабамыздың жебеуі, Бибігүл ханымның қолдауы, демеуі, осы кісінің Ақтөбе облысындағы қаласындағы филиалының директоры Жанаргүлге рахмет.